Ассаламағалейкум қазақ елі. Өткенде Хадия қайырымдылық қорының атынан ислам баламызға сбор жинаған едік. ДЦП мен ауырады. Ол балаға ота жасалған туралы біз мәлімет айттық. Ота бәрі Аллаға шүкір жақсы өтті. Қазір сол баланың, исламның анасын тыңдап көрейік. Міне менің балам Ислам 12 жаста Шашкин клиникта жетісі күні ота жасалды. Ота сәтті өтті. Қазір кішкене ауырсынулар бар, бірақ бәрі жақсы деп айтты дәрігер. Біз операцияға Хадия қорының көмегімен халықтың ақша жинап, бізге қаражат жинап берді. Соларға сол кісілердің көмегімен келіп отырмыз. Алғысымыз шексіз ол кісілерге. Операциямыз жасалды. Енді нәтиже күтеміз. Исламның анасының жаңағы ризашылығын тыңдадыңыздар. Альхамдулилля, қуанып отыр. Исламның да түрін көрдіңіздер, мәзі болып отыр. Ауырсынса да шыдап отыр, батыр екенін көрсетіп отыр. Сіздердің садақаларыңыз, сіздердің зекеттеріңіз, сіздердің сборға қатысқан үлкен бір іске қатысқандарыңыздың себебінен ислам баламыз Аллаға шүкір міне аяққа тұруға мүмкіндік туып, соған қазір реабилитация аман-есен өтіп, соның бәрі оңды болса екен деп тілейміз. Операция өте жақсы, сәтті өтті. Енді осындай балалар әлі бар, кезекте 3-4 бала қазір біздің назарымызда тұр. Сол балаларға біз сбор жариялаймыз, соған атсалсаңыздар. Сіздердің себептеріңізден қазір ислам баламыз Аллаға шүкір ем-домын алып жатыр. Бүкіл реабилитацияны өткеннен кейін барлығын барысын сіздерге көрсете жатармыз. Результаттар қалай болды? Бұл енді мен үшін үлкен қуаныш. Жаңағы исламның қуанып, отадан аман-есен өтіп, анасының жанында болып, ертең жүріп кетуіне үміт туындағаны кішкентай 10 жастағы исламның өзі қатты қуанып жатыр. Сіздердің берген қуаныштарыңыз, әуелі Алла, одан кейін сіздердің садақаларыңыз. Ол сіздерге де қазір қарап отқан, немесе маған да барлығының басына түсетін жағдай болуы мүмкін. Бірақ осындай бәле жалалардан сақтану үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: садақа бәле жаладан сақтайды дейді ағайын. Осындай жылу жинап, барлығымыз жұмылып көтеретін болсақ, осындай кішкентай балаларымызға көмектессек, ертең көшеде кетіп бара жатқан кезде сіздер білесіздер, осы ислам менің садақамда осыған үлес болды деп, иншалла қуана сыртынан қарайсыздар ғой. Альхамдулилля, Алла да оған сауап жазады. Сіздерге барлығымызға осыған атсалысайық. Алдағы уақытта тағы да сбор жариялаймыз. Садақаларыңыз қабыл болсын ағайын.